әлсіз тұсыңды ешкімге көрсетпеу керек. Себебі бұл өмір тек мейірімге ғана емес, сынаққа да толы. Адам баласы әрдайым мықты болып көрінгісі келеді. Бірақ әр адамның ішінде ешкімге көрсетпейтін бір нәзік жері бар. Біреудің жүрегі, біреудің сенімі, біреудің өткендегі жарасы. Неге әлсіз тұсыңды жасыру керек? Себебі кей адамдар сенің жылағаныңды жұбатуға емес, сол көз жасыңды ертең саған қарсы қолдануға дайын тұрады. Өкінішке қарай бәрі бірдей дос емес, бәрі бірдей жанашыр емес, бәрі бірдей сенің ауырғаныңды түсінбейді. Кей адамдар сенің сенгіштігіңді аңқаулық деп көреді, жақсылығыңды әлсіздік деп түсінеді, үндемегеніңді қорқақтық деп ойлайды. Ал шын мәнінде үнсіздік сабыр, жақсылық тәрбиенің белгісі, ал кешірім үлкен жүректің күші. Бірақ әлем бәрін дұрыс түсіне бермейді. Өмірдегі шындық. Егер сен әркімге өз сырыңды айта берсең, ертең сол сырың сенің ең осал жеріңе айналуы мүмкін. Сен біреуге мен осыдан қорқамын десең, бір күні сол қорқынышыңмен сені қорқытады. Сен біреуге мен сені жоғалтудан қорқамын десең, ол адам сені жоғалтумен қорқытып үйренеді. Сондықтан жүректегі әр сөзді әркімге айта беруге болмайды. Әлсіздік дегеніміз не? Әлсіздік жылау емес, әлсіздік эмоция емес, әлсіздік адамның шынайылығы. Бірақ сол шынайылықты кімге көрсетіп жатқаның маңызды. Егер сен оны қадірлейтін адамға көрсетсең, ол сені қорғайды. Егер сен оны қадірлемейтін адамға көрсетсең, ол сені пайдаланады. Сондықтан маңыздысы әлсіз болуда емес, мәселе әлсіздігіңді кімге ашуда. Мықты адам деген кім? Мықты адам жыламайтын адам емес. Мықты адам ішіндегі дауылды сыртқа шығармайтын адам. Мықты адам құлап тұрса да, бәрі жақсы деп алға жүре беретін адам емес. Мықты адам құлағанын мойындап, бірақ қайта тұра алатын адам. Бірақ ол жарасын жұртқа жайып салмайды. Себебі ол біледі. Көпшілік сенің жараңа тұз себуге дайын. Мына үш нәрсені ешкімге көрсетпе. Өзіңнің ең үлкен қорқынышыңды, өзіңнің ең үлкен арманыңды, өзіңнің ең үлкен әлсіздігіңді. Неге? Қорқынышыңды білсе, сонымен басқарады. Арманыңды білсе, соны мазақ етуі мүмкін. Әлсіздігіңді білсе, сонымен жаралайды. Бірақ бұл дегеніміз ешкімге сенбе деген сөз емес. Сенуге болады, бірақ бәріне емес. Жаныңды ашатын адам, сенің қадіріңді білетін адам болсын. Сені түсінетін, сен құлағанда қол созатын адам болсын. Әлсіздігіңді көрсететін адам, сенің қауіпсіз аймағың болсын. Өмір заңы. Бұл өмірде екі түрлі адам бар. Бірі, сен құлағанда күлетіндер. Екіншісі, сен құлағанда көтеретіндер. Сен бірінші топқа өз әлсіздігіңді көрсетпе. Екінші топты уақыт көрсетеді. Сондықтан ішкі күшіңді сақта. Арманыңды ішіңде өсір. Қорқынышыңды жең. Ал әлсіздігіңді дұғаңды айт. Жүрегіңді сақта. Әлсіз тұсыңды ешкімге көрсетпеу керек. Себебі бәрі бірдей сенің жаныңды түсінбейді. Бірақ ең бастысы, өзің өз әлсіздігіңнен ұялма. Себебі әлсіздік адамдықтың белгісі. Ал оны жеңе білу нағыз мықтылық. Есіңде болсын, мықты болу тас жүрек болу емес. Мықты болу жараң болса да жүре беру. Кейде адам өз әлсіздігін жасырып жүріп, ішінен шаршайды. Бірақ ол шаршағанын көрсетпейді. Себебі ол біледі, бұл өмір әлсіздікті кешірмейді. Адамның ең осал жері жүрегі.
Жүрек сенеді, жүрек үміттенеді, жүрек кешіреді. Бірақ жүрек сынғанда үнсіз сынады. Кейбіреулер сенің сабырыңды сынайды, кейбіреулер сенің үндемегеніңді пайдаланады. Ал сен бәрін көріп тұрып, үндемейсің. Өйткені сен әлсіз емес, сен тәрбиелі адамсың. Әлсіздігіңді дұшпаныңа айтпа, арманыңды қызғаншаққа айтпа. Жараңды бәріне көрсетпе, кейбірі ем емес тұза келеді. Үндемеген адам әлсіз емес, ол артық сөзге мұқтаж емес. Ішіңдегі дауылды бәрі бірдей түсіне бермейді. Әр күліп жүрген адам бақытты емес. Әр мықты көрінген адамның ішінде күрес бар. Адамды әлсіз еткен сенімі сынған сәт. Әлсіздігім менің адамдығым, жасырғаным менің сабырлығым. Күлгеніммен бәрі жақсы емес, ішімде бар ғой мың бір сырым. Жаралы жүрек жылайды, үндемей ғана тынады. Көз жасын жұртқа көрсетпей, түн ішінде сығады. Әлсіздік емес бұл тағдыр, шыңдалу үшін берілген. Сынған сайын адам жүрегі, мықты болуды үйренген. Сыр сақтай білмеген сырлас таба алмас. Жақсының жақсылығын айт, нұры тассын. Адам аласы ішінде. Сөз оқ, атылса қайтпайды. Адам өзінің ең әлсіз жерін қорғай бастаса, ол шын мықты бола бастайды. Сенің әлсіздігің сенің шекараң. Ал шекараңды қорғай алсаң, өмір сені сыйлай бастайды. Егер сен бәріне жаныңды аша берсең, бір күні өзіңді жоғалтып алуы мүмкін. Бір күні сен түсінесің, бәріне ұнау міндетті емес екенін. Бәріне ұнауға тырысатын адам ең алдымен өзін жоғалтады. Сол кезде сен өзгере бастайсың. Аз сөйлейсің, көп тыңдайсың. Көп байқап, аз сенесің. Сол кезде сен шын мықты боласың. Әлсіз тұсыңды ешкімге көрсетпеу керек. Бірақ өзің одан қашпа. Әлсіздігіңді мойында. Оны күшейт, оны жең. Себебі сенің ең әлсіз жерің ертең сенің ең үлкен күшіңе айналуы мүмкін. Құрметті оқырман, арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Және де пікір бөліміне өз ойыңызды жаза кетіңіз.